Сабағымызды Шәкәрім Құдайбердіұлының нақыл сөзімен бастамақшымыз. Еріншектен салақтық, салақтықтан надамдық, бірінен бірі туады жоғалар сөйтіп адамдық дейді. Шәкәрім Құдайбердіұлы Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген ақын, аудармашы. Балалар, бірге ойланамыз әдісін пайдалана отырып, мына бірнеше сұраққа жауап беріп көр. Бірінші сұрақ: тазалық денсаулық кепілі дегенді қалай түсінесің? Екінші сұрақ: өзімізді ұқыпты, таза ұстау үшін қандай заттар керек? Үшінші сұрақ: тазалық дегеніміз тек киімдерімізге ғана таза ұстаумен шектеле ме? Ал кәне, ойланып осы үш сұраққа жауап бер маған. Тазалық денсаулық кепілі тақырыбының негізінде салақтық деген әңгімені үш бөлімге бөліп оқуына болады. Кәрімнің тазалықты сақтамауы, кәрімнің ауырып қалуы, кәрімнің улануы деп үш бөлімге бөлдік. Салақтық: кәрімнің тазалықты сақтамауы. Кәрім деген өзі жұмысқа тәуір жігіт болса да, жуынып, кірсіз көйлек киіп таза жүрумен ісі жоқ еді. Әркім айтушы еді: саған не болды? Кәрім бойыңнан кіріңді ағызып жүргенше жуынсаң болмай ма деп, қолым тимейді дейтін. Екінші, кәрімнің ауырып қалуы. Сөйтіп жүріп тұла бойын шиқан қаптап қотыр болды. Осылайша құрысып тұрысып жатқанда әркім сұрайды: кәрім, саған не болды деп. Кәрім айтады екен: күнәм үшін Құдайдың бір берген сазайы-дағы, оған қарсы таныстары. Рас, кәрім, Құдай тағала таза жүрмеген былғаныш кісіні сүймейді. Тым болмаса жұмасына бір моншаға түссең, не болмаса үйінде сабынмен жуынуды әдет етсең, бұл бәлеге душар болмас едің. Сонымен кәрімді ауру жататын үйге алып барып, таза жуындыратын, таза киіндірді. Ем қылған соң аз ба көп пе жатып жазылды. Келесі, кәрімнің улануы. Мұнан шыққан соң кәрім бір зауытқа барып жалданыпты. Өздеріңізге белгілі шығар, зауыттағы нәрселерді бояйтын бояулардың қай-қайсысы да у болады. Бір күні қожасы кәрімге бір бояуды араластырып қой деп беріпті. Араластырып отырып, кәдімгі үйренген қалыбынша қолын жумастан барып тамаққа отырып нан жепті. Қолыңдағы бояудың жығынған бәрі де жеп отырған нанына жабыса береді. Бір мезгілде кәрімнің іші бүріп ауыра бастапты. Әлгі бояу у бояу екен. Осы салақтық әңгімесінің авторы Ыбырай Алтынсарин, Қостанай облысының тумасы, ұстаз, тұңғыш қазақ оқулықтарын жазған екен. Балалар, келесі сендерге сабаққа тазалықты сақтау ережесін құрастырып, дәптерлеріне жазып, кері байланыс беріңдер.